алып бісмілла деп срочно осындай көшетхана салып тастадық. 30 квадрат, іші таза. Осындай қолдан есіктер істей салдық уақытша. Қазір жауып біттік, құдай қаласа. Мынаның іші 30 квадрат ровно. Мынау темірлерге ертең полка жасайтын боламыз. Сөйтіп бұның үстіне кассета қойып көшет өсіретін боламыз. Бұл жер 3200 көшетке шақтап есептеп істеп жатырмын. Осылай жасап шықтық. Мына күленкі 3 жылдық китайский күленкі, теплицамда тұрған. Білесіздер, былтыр теплицаны бұзып, жаңа учаскеге ауыстырып жатырмын. Сол үшін срочно осындай теплица салдық. Құдай қаласа. Высота 1,70 бар. Кішкене еңкейін кіріп жүрміз енді. Енді бұл 1 ай 2 ай ғана тұрады. Қайт бұзып тастаймыз бұларда. Көшет өсіріп алғаннан кейін. Мінекей осылай дайындап жатырмық. Енді термос қымайтын шығармын. Ішін пешпен жылытатын боламыз. Құдай қаласа. Көшет пикропка жасауға кеп қалды. 2-3 күнде, 3-4 күнде құдай қаласа бұл жерді дайындап көшеттердің бәрін осы теплицаға шығаратын боламыз. Мынандай торпқа жасаймыз. Тағы да қаптар бар мықты. Кассетаға, үлкендеу кассетаға пикропка жасап көшеттерді шығаратын боламыз. Мінекей осылай кішігірім осындай парник теплица салсаңыздар болады.